Сәлем достар, менің есімім Ақмарал Тасболатова. Мен интернет кәсіпкермін. Бүгін сіздермен интернет бизнесте жетістікке жеткізетін 4 құрал жолдарымен сіздермен бөлісемін деп отырмын. Әрине интернетте пайдалы мәліметтер өте көп, бірақ оны қолданып жатқан адамдар аз. Сол себептен мен бүгін өзімнің тәжірибемдегі қолданып жатқан 4 әдіс, яғни құрал әдістермен сіздермен бөлісемін деп отырмын. Олай болса кеттік. Интернет арқылы жетістікке жеткізетін құралдардың біріншісі, яғни ол өнім. Неге өнім деп сұрайсыздар? Яғни кез келген бизнесте бірінші өнім маңызды. Онымен келісетін шығарсыздар, әрине оны әдемілеп орап сатуда бір маңызды. Сіздің бизнесіңіз сәтті болу үшін өнім, яғни сұранысқа ие болу керек, және де трендте болу керек. Және де ол өнім адамдарға пайда әкелетін болу керек. Сол кезде ғана сіздің бизнесіңіз алға басып, үлкен жетістіктерге жетесіз. Келесі интернет бизнестегі жетістікке жеткізетін жолдарының бірі, екінші жолы, ол дайын бизнес системасы. Яғни, білесіздер ме, қазіргі уақытта интернет бизнеспен айналысып жатқан адамдар өте көп, бірақ жетістікке жетіп жатқан адамдар өте аз. 1-2% ғана. Неге деп ойлайсыздар? Себебі көп адамдар, яғни дайын системамен жұмыс жасамайды. Оларда система жоқ, яғни. Сол себептен олардың жетістікке жетпеуінің себебі де осыда. Интернетте жаңағыдай көп нәрсе өзгеріп жатыр қазіргі уақытта. Әртүрлі күнделікті жаңа нәрселер қосылып жатыр. Сол себептен сізде сұрақ туындауы мүмкін. Яғни мен қалай жұмыс жасаймын, қалай алға басамын деген сияқты. Сондай кезде осы системамен жұмыс жасаған өте ыңғайлы. Яғни системада не береді сізге? Белгілі бір инструменттер мен инструкциялар беріледі. Соларды сіз күнделікті қолдана отырып, үлкен жетістіктерге жете аласыз. Келесі интернет арқылы жетістікке жеткізетін үшінші құрал амалы, ол оқыту, яғни оқу, білім алу, обучение. Міне, сіз жаңағыдай әртүрлі осы білім ала отырып, сізде үлкен жетістіктерге жете аласыз. Білесіздер ме, қазіргі уақытта дәстүрлі бизнес болсын, интернет бизнес болсын, адамдар жұмыс жасап отырып, белгілі бір уақыттан кейін қарызға батып жатады. Неге деп ойлайсыздар? Себебі көбісінде білім жетіспейді, яғни білімсіздіктен, әртүрлі бір кедергілердің себебінен, қиындықтардың туындауынан адам тығырықтан қалай шығарын білмей қарызға батып жатады. Міне осы және ақылдасатын адам болмайды. Міне осы келеңсіздіктерден адамдар әртүрлі жағдайларға тап болып жатады. Мен өзімнің тәжірибемнен мысалы айта кетсем, мен өзім бір тренингтер, осы интернет бизнеске келердің алдында мен белгілі бір тренингтерден өттім, яғни білім алдым, обучениялардан өттім, ақылы өттім әрине. Сол өтіп жүрген кезінде заданиялар, тапсырмалар беріліп отырды. Сол тапсырмаларды орындап отырдым. Соларды орындай отырып, шынымен де бизнесім алға жүре бастады. Бірақ ол тренингтерді бітіргеннен кейін, яғни уақытысы біткеннен кейін, шынайы өмірге шықтым. Әртүрлі қиындықтармен бетпе-бет кездестім. Сол кезде мен не істейтінімді білмедім. Ары қарай қандай қадам жасаймын? Сол кезде маған жаңағыдай білім жетіспей отырды. Сол себептен білімді күнделікті алып отыру өте маңызды. Яғни мотивация алып отыру ол адамға күш-қуат береді. Себебі қазіргі уақыт деген бір орында тұрмайды. Заман талабына сай күнделікті әртүрлі өзгерістер, күнделікті жаңа нәрселер шығып отырады. Соларды, яғни үйреніп күнделікті сіз заман талабына сай, заман ағымына сай тренде болып отыруыңыз керек, яғни үйреніп отыруыңыз керек. Сол кезде ғана сіздің бизнесіңіз алға жылжиды, яғни алға жылжып, сіз үлкен жетістіктерге жете аласыз. Және достар, 4-ші маңызды құрал ол командалық жұмыс. Білесіздер ме, негізінде жалғыз адам негізінде ешқайда бармайды, яғни өспейді.
ұзаққа бармайды. Мысалы мен келтіріп кетсем, жеке кәсіпкер, қазір көпшілік адамдар жеке кәсіппен айналысады, және жұмыстары сол жұмыс уақыттары сол жұмыспен байланып қалған. Олар сол жұмыстан ешқайда кете алмайды, тіпті демалысқа да шыға алмайды. Бір шаруалар шығып қалатын болса, кететін болса, жұмыстары тоқтап қалады. Сол себептен командамен, жалғыздықпен сен өспейсің. Яғни цитнот дейді ғой, постоянно сіздің уақытыңыз сол жұмыспен байланып қалады, жалғыз жұмыс жасайтын болсаңыз. Ал командамен жұмыс жасайтын болсаңыз, сіздің көп бос уақытыңыз болады. Осы жағынан өте ыңғайлы. Бірақ түсініп қалмаңыз, яғни сіз басшысыз, және де сіздің қол астыңызда адамдар бар, және соларға сіз белгілі бір тапсырмаларды беріп кеттіңіз, орындаңдар деп сіз демалуға кеттіңіз. Ондай емес, ондай команда емес. Ол қол астыңыздағы адамдарға ондай жағдай болатын болса, сіздің табысыңыз, яғни бизнесіңіз қызық емес ол адамдарға. Сол себептен командалық жұмыс деген, яғни сіздің жетістігіңіз олардың жетістігі, олардың жетістігіңіз сіздің жетістігіңіз, яғни бәрі бір-бірінің интересінде болу керек. Сонда ғана командамен жұмыс жасап, сіз үлкен нәтижеге жетесіз. Осы командалық жұмыста, яғни қолдау бар, түсініспеушілік бар, және де мақсаттарымыз бір, айқын арман мақсаттарымыз бір, біздің жағдай цель дейді ғой, целіміз бір неге бағытталған. Сол себептен командамен жұмыс жасау өте ыңғайлы, өте табысты, және де командамен үлкен жетістіктерге жетесіз. Және де әрине бос уақытыңызда болады. Енді міне сөзімді түйіндей келе, осы интернет бизнесті сіз жасай отырып, өзіңізге маңызды осы алған құралдарыңыз, яғни керекті қайталап өтіп кетейін. Яғни біріншісі сұранысқа ие өнім, екіншісі оқыту, дайын бизнес системасы, және де үшіншісі оқу білім алу, және төртіншісі командалық жұмыс. Міне сіз осыларды қолдана отырып үлкен жетістіктерге жете аласыз. Енді мен өзім қалай тығырықтан шықтым? Мен өзім осы интернет іздене отырып, мен осы BEPIK компаниясын таңдадым. Және оның ішінде быть, делать, иметь командасын таңдадым. Неге? Себебі именно осы командада как раз дайын адамға, сұранысқа ие адамға пайдалы өнім де бар, және де дайын жұмыс жасайтын система да бар, яғни системный жұмыс жасайтын, және де оқыту, күнделікті білім алып отырасыз, және төртіншісі команда, өте мықты команда бар. Міне осы төртеуін қолдана отырып, сіз үлкен жетістіктерге жетесіз. Осылар маған өте қатты ұнады. Сол себептен мен осы BEPIK компаниясының ішіндегі быть, делать, иметь командасын таңдадым. Міне достар, бұл қандай команда, қандай бизнес, толық мәлімет алғыларыңыз келсе, яғни бір айдың ішінде белгілі бір жақсы табысқа шыққыларыңыз келсе, онда осы видеоның астындағы менің контактілеріме хабарлассаңыздар болады. Мен сізбен байланысқа шығып, табыс табу жолдарын сіздерге де, интернет бизнеспен жалпы қалай жұмыс жасау керек екенін сіздерге толық мәлімет беріп үйрететін боламын. Сол жұмыс жасағыларыңыз келсе, онда хабарласыңыздар, менімен байланысқа шықсаңыздар болады. Және де тағы да жалпы интернет бизнеспен жұмыс жасап жатқан адамдар болса, сіздер де өздеріңізге керекті пайдалы ақпараттар алсаңыздар, онда осы видеоға лайк басыңыздар, және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақмарал Тасболатова. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар дегім келеді.